айтпақшы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қазақ ұлттық өнер университетінде Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің концерті өтті. Петр Грибановтың дирижерлігімен Қажығалиев, Корнгольд, Брамс секілді композиторлардың шығармалары ойналды. Ал кештің көркін қыздырған солист ретінде халықаралық деңгейдегі шебер, музыкант, скрипкашы Дияр Қасенов өнер көрсетті. Біздің әріптесіміз Ердана Ержанұлы осы шараға барып дайындығынан бастап соңғы қошеметтерге дейін қызықтың бәрін біліп қайтқан еді. Бірге тамашалайық. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Дәл қазір біз классикалық музыка концертінің кешіне арнайы келіп тұрмыз. Осы жерде болады дайындықты, концерттің барысы қалай және одан кейінгі көрермендердің әсері бәрін біздің арнадан көресіздер. Мен дайымын, енді дәл қазір концерт залына барып, сол жердегі дайындықты бірге көріп қайтайық. Я просто работал когда-то с Грибановым. Мен Петр Грибановты танимын. Ол кісімен Қарағанды филармониясында бірге жұмыс істедік. Петр мырза қалай дирижерлік ететіні қызық болған соң арнайы келдім. И как думаете, дирижер тым қатал емес пе, қалай ойлайсыз? Жоға, керісінше дирижер сондай қатал болу керек. Ауыр емес пе? Қанша келек? 15 кило. Бір грек аңыздар есіме түседі. Көбісі Грецияда ойлайды ғой, бірақ Греция емес, Египеттен шыққан ғой, көне Мысырдан шыққан арфа. Сіздің атыңыз кім? Магруфа. Атыңыз арфаға кішкене ұқсайды екен. Магруфа, арфа. Дәл қазір баспалдақтың тағы бір музыкант ұстап алдық. Кешіріңізші, атыңыз кім? Мадина. Мадина. Әдемі құлпырып тұрсыз. Осы кейпіңізде шыға бересіз ау деймін концертке. Әлде киім ауыстырасыз? Ауыстырамын киім. Қандай киім киесіз қазір? Қара көйлек киемін, сценический. Тартыртысып тұратын қара көйлек па, кең қара көйлек па? Концертке келіңіз көресіз. Аха, асыға күтеміз онда. Мадина, сәттілік сізге. Мадина қай бөлмеде киім ауыстырады екен? Көреміз. Қазір сіз қандай аспапта ойнайсыз? Виолончель. Аха, үлкен ауыр аспап. Жоқ, контрабас. Жоқ, сізге үлкен емес пе, ауыр болып кішкене ыңғайсыз, әлде үйреніп қалдыңыз ба? Нормально ғой. Қанша жасыңыздан бастап ойнайсыз? 5 жастан бастап. 5 жасыңыздан бастап. Ал қазір қаншада? 22. 22, иә, қаншама жыл? 17 жыл, иә? Примерно сонда. Біз енді музыкант журналист, математиканы алыспыз. Иә, мен сізбен онда бір ауылдан екенмін. Вы классно играете, керемет ойнайсыз. Бейне бір Джульеттаға ән арнап тұрған Ромео сияқтысыз. Музаңыз бар ма? Ну, наверное, всегда. Я, әрқашан солай ғой, музыка махаббатпен, музамен байланысып тұрады. Қазір музаңыз кім? Дәл қазір ол менің отбасым және өмірім. Семья и жизнь в целом. Анда-санда өміріңізде жаңа музалар пайда болып тұрмай ма? Жоқ. Солай мәз боп жүргенімде 6 жарым боп оркестр мүшелері өз орнына жайғаса бастады. Мен күткен Мадина да сахнаға дайын шығыпты. Қазір сұрап алайық. Мадина ханым, көйлегіңіз күшті екен. Сіздің де көйлегіңіз күшті. Қалайсыз, дайындық бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, рахмет. Біздің көрермендерге қайырлы таң тілеп бір ауыз тілек айтсаңыз. Қайырлы кеш. Қайырлы таң. Концертіміз жақсы өтеді деп үміттенемін. Ар жақтағы ағамыз сіздің күйеуіңіз бе? Ал онда күйеуіңізден бір сұрайықшы. Кешірім өтінемін.
Мұрат аға айтыңызшы, Бақыт ханым жас кезінде ар жаққа өтіп кетейін. Өзіңіз шақырдыңыз ба, әлде жұбайыңыз үй жүр барайық деп алып кетті ме? Жұбайымыз өзі жүріп барайық деп алып кетті. Әйтпесіз қазір шаншарма басқа бір концертке барғыңыз келіп тұр ғой деймін, иә? Дұрыс айтасыз. Аригато гозаимасу не? Солай келген қонақтардан сұхбат алып жүргенде Жапонияның Қазақстандағы елшісі Джун Ямада мырзаны жолықтырып қалдым. Бүгінгі концерт менің алғашқы концертім емес. Дәл осы залға жиі келіп тұрамын. Бұл менің сүйікті оркестрім, өнер көрсететін сүйікті орным айналды десем де артық емес. Жұма күні болған соң дем алуға, бар ынтаммен музыка тыңдауға келдім. Бүгін елшілерге толы күн сияқты. Ямада мырзадан соң Индонезияның Қазақстандағы елшілігінің экономика бойынша хатшысы Дармия Димуды жолықтырдым. Түгел жанұясымен келіпті. Actually, we want to introduce the classical music to our children. Негізінде біз балаларымызға классикалық музыканың не екенін таныстыру үшін осында алып келдік. Олар аспаптардың дауысының қандай екенін, қалай үйлесім тауып ерекше күйге бөленетінін білсе екен деген ой бар. Бұл олардың талғамына, болашағына әсер етеді деп ойлаймын. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар дедім. Тіпті ән ұйықтап, шаршап, қиналып бір апта бойы жұмыс істеп болғаннан кейін де сіздің жүрегіңізге керемет музыкалық терапия жасап береді. Оған мына концерт дәлел, қонақтардың көңілі дәлел, мен дәлелмін. Сондықтан классикалық музыка кешіне апта соңында барып тұрған шынымен де жақсы дәт секілді. Музыка тыңдайық, әнмен емделейік.